Барлығына салам достар, сендермен бірге, как обычно, мен Духа. Достар, тақырыптан байқап тұрғандарындай, бүгінгі видеода бізде путь бомжа, яғни бомж жолының 5-ші сериясы. Достар, өздерің білесіңдер, менің каналым 2000 подписчикке де келіп жетті. Енді сіздерге айтарым көп рахмет. Осы жетістікке жеткенім барлығы сіздердің арқаларыңызда. Және де 3000 подписчикқа менің туған күніме, яғни 29 август күніне дейін 3000 подписчикқа жеткізіп бастайық достар. Егер де жеткізіп бастайтын болсаңыздар, мен вообще келмейді бір сіздерге тосын сый жасайтын боламын. Ол тосын сый мүлдем ұмытылмасындай болады. Так что достар, міндетті түрде каналға лайк басып, подпискасын басуды ұмытпаңыздар. Ал достар, видеоның басын 12 кейс, ежедневный кейспен бастайық ашып, қазір соның барлығын біз ашатын боламыз. Яғни бізде стандартный кейске жинап жатырмыз. Бізде 12 кейс берді, және де үстіндегі ең 40-шы открытияда ашқан сол стандартный кейске бұйырса жететін боламыз. Так что достар, осы ивентті тезірек өтіп тастап, анау гонкаларды жасап, мен неше түрлі заттар жасап жүрмін қазіргі уақытта. Так что достар, менің қолдап кетіңіздер, мен сіздер үшін каждый видеомда осылай әдемілетіп, монтажлап сіздер үшін, барлығын жасап жатырмын. Ал мұнда көптеген заттар түсті, халявный заттар түсті, ремонтный набор, аптечка деген секілді. Енді соның барлығын мен распылить етіп жібердім. Бұл кішігірім особый кейсқа жол болатын болады. Ал қалған заттардың барлығы бізде ревардта болады. Және 2 ежедневный кейс қалды. Біз соларды ашып жібереміз. И бізге 30 000 рубль түсті. Қазір ең соңғы тағы бір рет ашып жібереміз. И бізге еще кейс бомжа беріп жатыр. Аштық, бізде Black Bassқа XP берілді, XP-шка берілді, яғни 300 XP-шка. Енді соны бізде алсақ, Black Bass'ты нормально көтереміз. И так, бізде кейс бомжаны алдық, 30 000 рубльді алдық, 300 Black Bass'тың немесін алдық. И кейс бомжа аштық, бізге 4 XP түсті. 4 XP түсті. Енді оның барлығын бізде осылай уровень көтеріп, нормальный тағы заттар жинайтын боламыз. И біздің уровеніміз уже 6-шы уровенға да бірақ XP-шка қалыпты. Так что достар, осылай жинап, нормальный өшім дамы береміз. Бізге жасыл түсті, и бізге BMW E36 түсті. Бұның осы қателеспесем 300 000 рубльға дейм. Енді госқа севать етсек, и бізге еще кейс бомжа беріп жатыр. Енді видеоның басы кереметте открытиялармен болсын деп сіздер үшін осындай кейс бомжаларды, яғни кішігірім хотя бы кейстерді ашып жатырмын. И бізге бұл жолы 14-шка түсті. Бұл 14-шканың барлығын госқа севать етіп тастаймыз да, қалғанын ақша жинап, ары қарай дальше перекоп жасап, неше түрлі заттар, яғни осы бомж жолының өмірі қандай болады, және де қалай имущество жинаймыз Астана серверінде, яғни казахский серверде қалай нормально дамимыз деген сұраққа осы путь бомжада жауап беріп жатырмыз. Бізде открытияның ашылғанда қателеспесем, уже біраз күн өтіп кетті, 2 апта ма 3 апта уже почти өтіп кеткен секілді. Уже у меня миымда жоқ болып қалды. Так что қазір осының барлығын госқа севать етіп тастаймыз да, дальше осылай имущество жинап, кішігірім болсын имущество жинай беретін боламыз. А то біз без доната дамып жатырмыз бір жағынан. И без доната дамыған чем удобнырақ, еще сіздерге арнап сәл мысал көрсетіп деген секілді заттар бар. И мұнда осы аренда магазинінің ішіндегі заттарды, яғни аренда мопеддегі заттардың барлығын біз госқа севать етіп тастайтын боламыз. Оны барлығын мен қазір скорспен алып тастайын. Әйтпесе сәл көбірек сөйлеп кеттім. Мынау бір ивент деген нәрсе әдемі болды ғой. Осындай ежедневный кейстен тағы 6 ашып жатырмын. И бізде скоро стандартный кейсті ашатын боламыз. Так что достар, тезірек бұның барлығын өткізіп тастаймын. Біріншісінен бізге 3000 рубль түсті, екіншіден то есть, и тағы үшіншісін ашамыз. Бұл жолы бізге 30 000 рубль ма? Суда 30 000 рубль түсті. Бірақ жарайды, кішігірім нормально. Тағы ашамыз, и бізге 500 дейм. 500 BP XP берді. Ал қалғаннан тағы ашамыз, VIP платин, VIP Gold берді бізге 2 сағатқа. Это нормальный, по идее, маған көтергенге вообще әдемі. И бізге Black Bassқа осындай 500 BP XP берді. И бізде 2 осы кейс бомжа бар. Екеуінде қазір ашып жүреміз. Біріншіден бізге VIP платинум түсті. Бұл бізге өте керек, себебі бізге уровенді тезірек көтеру қажет. Так что осы новый серверде бұл бізге өте қажет. Тағы біреу аштық, бұл бізде 8 XP түсті. Енді міне уровень көтергенге арналған заттардың көбісі түсіп жатыр. Осы заттардың барлығын алып алайын, жаңағы кейстен түскен. И достар, айта кетейін, менің промокодигімді осында ауыстырған жоқ, себебі менеджерлар маған рұқсат бермеді. И бір жағынан хочу осы серверге көшуге. Енді осы серверге
көшкенді қалсаңыздар тағы примерно 1,5 ай или 2 ай примерно күту қажет. И все, достар, осының барлығын қараймыз. Менің промокодымды, так что, достар, әлі де менде Череповец серверінде болады. Череповец серверінде, если что, менің промокодымды қолданып кетіңдер. Ең көп промокод қолданған адамға осы Астана серверінде өзімнің бір кереметтей сыйлығымды беретін боламын. Так что, достар, міндетті түрде менің промокодымды пайдаланып кетіңдер. И қарап жатырмын, мұнда ревардта все, по идее, бізде енді випкалардан, по идее, былай очки стрит, неше түрлі, короче, заттардың барлығы менде бар екен. Енді, по идее, жаңа Астана серверінде бұл бізге өте қажет, и бізде қарасақ уже 6-шы уровень болыппыз. Енді осы видеода 8-шы уровеньға жетеміз бе, жетпейміз бе көреміз. Еще мұндай ежедневный кейс бар, соларды жеткізіп тастау керек. Яғни мен қазір күн сайын БП-ны жинап жүрмін, и мұнда маған әлі стандартный кейске біраз нәрсе бар, так что соның барлығын жинауға сіздердің ең бірінші сіздердің поддержкаңыз, екіншіден осы Алланың рұқсатымен біз осылай заттарға жинайтын боламыз. Яғни бізде YouTube каналымды дамыту қажет. Осы YouTube каналымды дамытқанмен бір жағынан осы Black Russia да дамып жатыр. Яғни Black Russia қазіргі кезде ең мықты топовый онлайн ойнайтын жерлерде ең мықты РП крампы осы Black Russia. Так что, достар, осы жаққа келіп кетіңдер. Сендер келетін болсаңдар, вообще по кайфу, барлығымыз бірге симада жүреміз, барлығымыз бірге, короче, кереметтей видео түсіреміз. И жақын арада, достар, айта кетейін, жақын арада бізде осы бүкіл подписчигімізбен видео түсіретін боламыз. Оны барлығын телеграм каналда көресіздер. Ал, достар, открытияда ұсталған симкаларын біртіндеп өтіп жатыр. Яғни 330-273 деген симкам 125 000 рубльға өтіп кетті. И біздің барлығымыз ақырындап лямнан арғарай көтеріліп келе жатыр. Ал, достар, көріп тұрғандарындай, мен мұнда 4К-ны, короче, 365 000 рубльға сатып алдым. Негізі 400 болады деп тұр. Енді 400К-ға аласың ба деген негізі айтқан. Бірақ мен, короче, үйтіп өзім жағдайымды түсіндіріп ойпай, мен байғұс болып кеттім, анамның деп, короче, 365 000 рубльға түсіріп алдым. Енді багажникті қараса, багажникте бізде опять ештеңе жоқ. Енді новый сервер болғасын ба, көп нәрсе барлығы бомж. Так что, достар, енді үйтіп үміттенбей қойсақ та болады, багажникте бір нәрсе бар ма деп. Мынау сәл колхозный лау ма, короче, осы немені бізде колхозныйдан ауыстырып, короче, нормальный 4К қылып жасайтын боламыз. Ал, достар, көріп тұрғандарындай, мұнда мен казахский учеттағы номерларды айналдырып жатырмын, яғни 4К-ға хотя бы внешность беріп тұрсын деп, и 20 000 рубль хотя бы айналдырып көрейін дедім. И бізде 005 УКХ қандай 005 көрген жоқ, короче, байқоста кнопка басылып кетті. И қызы деген басамыз, 005 УКХ 13 дейді. Бірақ бұл бізге жарамайтын секілді. Так что айналдыра берейік. Дальше 538, 323, бом, так 882. Но нормально секілді. Но біздің ақшамыз уже азайып қалды. Так что мен ойланып тұрмын, по идее. Мұнда қарасам, осы учеттардан 48, 46, 41, 85. И, короче, мына жерде бір сан жетпей тұр, по идее, қызыда 888 тмх 08 болса вообще әдемге түседі. Бірақ жарайды, на всякий осыны аласылай, хотя бы машинамызға внешность беріп тұрса, вообще зорге түседі, по кайфу кәрімге. И қазір осыны біз өзіміздің 4К-мызға сап қоямыз, и с нуля бұның цветін ауыстырып, короче, тағы да басқа заттарды көретін боламыз. Номерді 4К-мызға сап қойдық, ендіге кезек мұнда келдік. Енді свет дисков деген басамызда ақ цветке қоямыз. 11 950 рубль бізде уже минус деп айта берсек болады, по идее, осы әдемірек. И свет дисков дегенді обязательно ақ цветке ауыстырамыз. Қара не очень, так что ақ цветке тоже ауыстырамыз. И вот бізде хотя бы внешность беріп тұр. Просто бізге андай немені үй тура біз сияқты неме тұр ғой машина. Короче, достар, осы немені 4К-ны, короче, внешности әдем болды. Так что осылай видео түсіруші охотничья, короче, винтовканы қазір сатып алатын боламыз. Ал, достар, көріп тұрғандарындай охотничья винтовканы сатып алға жатырмыз. И дали бастық. И бізде минус потратили 50 000 рубль. Енді жарайды, ничего страшного. Самое главное, сіздерген контент үшін, короче, осы 4К-ға әдемі бір кадрный видео түсіргелі жатырмын. И, короче, қазір, достар, көресіздер қандай видео болатынын, оны барлығын результатын шортс видеодан, менің каналымдағы шортс видеодан көрсеңдер, вообще по кайфу деген секілді әдем кетеді. И так что осы барлық немені көтеріп қоямыз. Все, енді әдем видео түсіре берсек болады. Машинамыз звер болып тұр. И дальше видео түсіруге кеттік.
машинаны по сатып алған секілдімін, так что 380 мың рубльға по фастым сатып кеттім, бірақ по-любому менде минуста тұрмын. Енді мынандай, қиын машиналар алмаспын. Видеоның тақырыбы Black Bass машиналармен перекуп болғандықтан осы Black Bass'тағы машинаны сатып алғалы жатырмын. Яғни Арил Шейх деген баладан осы машинаны бізде 1 миллион 700 мың ба 800 мың рубльға қазір алатын боламыз. Енді как договорился, я уже забыл, что қандай ақшаға договорился, уже ұмытып қалдым. Енді мұны болмай қалды. 1 миллион 820 несі, мен етак балегім сондай 1 миллион 820 не, айттым 1 миллион 800 по факту деп қойып договорился деп, жазып жатырмын ровно деп, и бізге жіберді 1 миллион 800 рубль бізде минус. Осы машинаны, бізде сатып алдық.